Қайырлы күн оқырмандар, кезекті түсірілім Қызылорда қаласы Талсуат ауылынан жер үй көрмекшіміз. Үйімізді тауып келу үшін мына тұста Талсуат жазуынан өткеннен кейін екінші поворот солға бұрылсаңыз, үйіміз осы жолдың бойында үшінші үй. Мына тұста осы магазин деген жазудан бұрыласыз. Көшеміз асфальт, жарық шамдары орнатылған. Осы көшенің бойымен 31-ші бағыттағы қоғамдық көлік жүреді. Ауланың көрінісімен танысатын болсақ, үйіміздің көрінісі мына тұста үлкен трасса орналасқан, гаражы, алдында септик орналасқан. Ауланың көрінісімен танысатын болсақ, толықтай қоршалған. Аула көрінісі, жеріміз 10 соттық. Бау-бақша егуге арналған орны бар. Мына тұста бізде гараж бен времянка орналасқан. Ені 4, ұзындығы 12 метр. Мына тұста гараж. Мына тұста жаздық демалу орны. Газ кіргізілген. Ауласы толықтай стяжка құйылған. Аула көрінісі. Үйдің ішкі көрінісімен танысатын болсақ, кіреберіс аузы, еден толықтай кафельденген, теплопол, қол жуу орны. Оң жағымызда үйіміздің котельния орналасқан. Газбен де, бұлайынан қолмен де жағуға болады, үйді жылытуға. Кіреберіс прихожкасы кең. Кіргеннен сол жағында үйіміздің ас бөлмесі. Жөндеу жұмыстары жақсы жүргізілген, толықтай газбен қамтылған. Осы ас бөлмесіндегі жиһаз қалдырылады. Демалатын орын шағын холл десек те болады. Холлдың оң жағында үйіміздің қонақ бөлмесі. Ені 4, ұзындығы 8, кең. Ас бөлмесіндегі осы стол стульяларымен қалдырылады. Төбесі надежный потолок. Үйіміздің бірінші жатын бөлмесі. Бұл жиһаздар үй иесінің келісімі бойынша. Екінші жатын бөлме. Үшінші жатын бөлмесі. Үйіміздің жалпы ауданы 144 квадрат метрді құрайды. Салынған жылы 2013 жылғы. Басқа да сұрақтар жөнінен көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар.